Қаз дауысты Қазбек би жолмен бабаларға тағзым Салқар Сарыарқа төрінде қаз дауысты Қазбек би елінде елбасы мақаласын қолдап арнайы автокеруен жолға шыққан болатын. Сол топ Қарқаралы Егінді бұлақтан киелі Түркістанға жетті. Ұлт ясы Ұлытау аймағын көктей өтіп сыр өңіріне ат шалдырған делегация мүшелерін көне шаһар жұрты Қожа Ахмет Яссауи кесенесі алдында ерекше сән салтанатпен қарсы алды. Өсер ел тарихын таспен, өшер ел жаспен жазады деген арнайы делегация бұл сапар арқылы қазақ өткенінің бағасын, бүгінгі шамасын білуге талпынды. Елбасы мақаласындағы ұлттық кодты ұлықтап, оны жас ұрпақтың жадына сақтауға мүдделілік танытты. Осы өзінің ұлы есімдерімізді ұлықтау, жалпы ұлттық құндылықтарды дәріптеу жөніне қайта жаңғырту жөнінде ашып отыр. Осы орайда айтқым келетіні мінекей осы керуеннің жалпы Қарқаралы еліне өңірге келіп отқан керуеннің мінекей бастамасы шынын айтқанда бәрімізге ортақ міндет. Сондықтан бұл Қарқаралы елінің өңірінің ғана емес, бұл халықаралық деңгейдегі үлкен шара деп айтқан болсақ, қателеспеген болар еді. Түркістан түркі жұртының тұрағы, бар қазақтың тұраны, көне шаһар түркі мемлекеттерінің мәдени астанасы атанған жылы құт мекенге келгендерін арнайы делегация бақытқа балады. Қарағанды облысы әкімінің кеңесшісі Рымбала Омарбекова оңтүстік жұртына арқа жұртының ыстық сәлемін жолдап, риясыз ризашылығын білдірді. Делегация мүшелері қаз дауысты Қазбек бидің 350 жылдығын тойлауда көне шаһардың рөлі орасан екенін айтты. Бұл автокеруен негізгі мақсаты, негізі ұраны деп айта ол 7 жарғыдан ата заңға дейін. Енді мақсаты осы елбасымыздың рухани жаңғыруын іске асыру, жастарға осын түсіндіру, білдіру және ата бабаларымыздың осы батырлығын, ол кісілердің ерліктерін айтып, осы біздің кең елімізді қалай батырдың білегін күшімен, найзаның ұшымен қалай сақтағанын осы жастарға жеткізу. 7 автокөлікпен межелі жерге жеткен делегация құрамында 28 азамат бар. Бұл сапты Рымбала Омарбековадан бөлек даңқты спортшы Серік Сәпиев, Қазақстан Республикасы дін істері және азаматтық қоғам министрлігі жастар саясаты департаментінің директоры Ғабидолла Оспанқұлов пен Қарағанды билігінің белгілі өкілдері толықтырады. Қазақ тарихын кеңінен дәріптеуге мүдделі топ сапар аясында қазақтың ұлы биі жүріп өткен жолмен көрші ел Өзбекстанға, көрші аймақ Тараз топырағына аялдайды. Ұлы дала үні деп тілек кітабын арнап, оны Қарағанды облыстық өлкетану мұражайына табыс етеді. Түркістан қаласынан Перизат Биназарқызы, Нуридин Искаков, Мұхан Мұратұлы, оңтүстік ақпарат.